Сәлем достар, бүгін сіздерге өте керемет, бір жасағаннан биік болып шығатын бисквиттің рецептісімен бөлісемін. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ал енді біз бастайық. Ең алдымен ескере кететін жайт, біздің ыдыстарымыздың іші құрғақ болу керек және де бір тамшы су болмауы керек. Сонда бисквиттеріңіз жақсы көтеріледі. Осылай холодильниктен шыққан салқын 7 жұмыртқаны ақуызынан сары уызын бөліп аламыз. Мен бұл жерде көлемі орташа жұмыртқаны пайдаланып жатырмын. Егер де сіздердің жұмыртқаларыңыздың өлшемі С1, С0 болса, онда 6 жұмыртқа да жеткілікті болады. Міне жұмыртқалардың барлығын бір-бірінен бөліп алдым. Енді жұмыртқаның сарысына қасықтың ұшымен тұз, сұйық май қосып, жақсылап араластырып жібереміз. Ең алдымен жай араластырыңыздар, себебі май жан-жағына шашырауы мүмкін. Енді жұмыртқаның ақуызына құмшекерді аз-аздан қоса отырып, аппақ болғанша миксерлейміз. Міне жұмыртқаның ақуызы көлемі 2-3 есеге дейін аппақ болып ұлғаяды. Енді жұмыртқаның сарысына миксерлеп алынған ақуызды аз-аздан салып араластырамыз. Осылай біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Одан кейін ұнға 2 шай қасық разрыхлительді қосамыз, електен өткізіп саламыз. Ұнды салатын кезде шамамен 3-4 бөлікке бөліп қосамыз. Ұнды салғаннан кейін ақырындап астынан үстіне қарай араластырамыз. Көп араластырып жібермеңіздер, себебі біздің көтеріп алған массамыз түсіп кетуі мүмкін. Осылай ұнның барлығы араласып, біркелкі масса болғанда формаға саламыз. Мен форманың астына пергамент қағазын төседім. Менде бұл жерде пайдаланып жатқан форманың диаметрі 26. Осылай лопатканың көмегімен тегістеп аламыз. Қызып тұрған пеште 160 градуста шамамен 40-50 минут пісіреміз. Пісіп шыққаннан кейін духовканың ішінде шамалы суытамыз. Бисквит өте биік, формамен бірдей болып шығады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған ұнаған ең керемет рецепттердің бірі. Әрқашанда жасағанда жақсы көтеріледі. Бисквиттің ортасын бөліп, арасына крем жағып, бисквитный торт жасасаңыздар да болады. Өте керемет рецепт. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.